Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, тұлға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетейік. Балуан Шолақпен кездесу. Еркебайдың ауылына Балуан Шолақ келіпті деген сөз жер жарады. Әркім әртүрлі айтады. Бірі Көкшетаудан Алатауға күресетін алыптарды іздеп келіпті десе, екіншісі Сарыарқаны, орта жүз, кіші жүзді адақтап, енді Жетісудағы әсіреп Шаңбай балуандарды сұрапты дейді. Күрес болғалы жатқан көрінеді, өзі дәу дейді. Әрі ақын көрінеді. Мен неде болса ол кісіні көруім керек деп, қалай барудың есебін келтіре алмай жүргенімде, Еркебайдан тез жетсін деген хабар келді. Келсем ел құжынап жиналып жатыр. 6 қанат, ақ орда толы сауықшылар. Үлкендер үйде, жастар далада, бәрі ән тыңдауда. Мен де тыңдап отырдым. Әндері асқақ шығады. Өзінің дауысы зор екен. Ынтыға тыңдаймын. Кіріп шығып жүрген Еркебай мені көре сала, келдің бе? Деп дереу үйге кіргізді де, мынау, Кенен ақын деп таныстырды. Ол менің бас аяғыма қарады да, Кенен деген әнші сен бе? Мен сенің әндеріңді Жолшыбай әр елден естіп келемін. Кәне шырағым, шырқашы деді. Мен әуелі Бозторғайды, онан соң Көкшолақты, көпшілік тыңда әнімді деген әндерімді айтып бердім. Ол үнсіз тыңдап отырды да, пәлі, нағыз әнші өз ауылдарыңда екен ғой, даусы да құлаққа жағымды екен деп мақтады. Еркебай менің жайымды түсіндіріп, бұл баланың бағы ашылмай жүр. Ертелі кеш қой соңында жүреді. Қу жоқшылық өнеріңді өсірушмеді деп жатыр. Тобыма қосып шәкірт етіп алайын деді балуан. Өзім жас, әкем қарт деп сылтау айтып едім, ол тағы да. Өнер жастықты талғамайды, үйреніп кетесің. Ал әкең болса ел іші ғой, бір шалды жалғызтыратпас деді. Қысқасы, балуан сол жолы мені Олжабай, Ноғайбай, Байболат, Қасабек ауылдарына тағы да басқа жерлерге қалдырмай ертіп жүрді. Талай әнін ұғып алдым. Өзі тыныстаған кездерде оның әнін мен шырқадым. Кененім, жарайсың, өнерің өрлей берсін деп маған риза болып кетті. Келесі шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетейік.